Сәлем достар, қалайсыздар? Сізбен бірге мен Эмма Тока. Бүгін менде ашық сабақ деген сериал болады. Бұл сериал 2 немесе 3 сериядан тұрады. Достар, нашықтар келіп лайк басып кетіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Класс түгел ме барлықтарың? Фатима, бар есікті жапшы. Ал қазір. Мен жаптым, апай. Мына кестені алып келдім, енді дайындаламыз енді бүгіннен бастап. Апай, не болды? Ентігі болды сол. Сол енткенде енді директор маған бір ашық сабақ өткізесіңдер деді, әдебиет сабағынан. Қашан? Ертең. Соған дайындаламыз. Түй болып. Класс түгел ма? Айтсаңдаршы. Апай, түгел. Жақсы болды. Бірінші ашық сабаққа тоқтала келді. Сабақты содан бастап айтамыз. Кестені берді. Ертең таңғы 9:30-да барлықтан түгел болыңдар. Бірінші киім жағына айта кетсем, қыздар шаштарыңды бір жақ, екі жаққа түйіппен қақшы етіп, астын екіге өріп келіңдер. Сосын әдемі оқу формамен, юбкамен келіңдер. Ал ұлдар өздерінің костюм шалбарыңды батпаққа батырып жүрмеңдер, ұқтыңдар ма? Сатпақ болса жуып алыңдар. Сосын ертең ашық сабақты ықпық деп тұрмаңдар. Менің позорымды шашып. Енді бірдеңе берем. Мен бірінші біз танысып аламыз. Содан кейін танысып аламыз бірінші. Сосын мен бірінші Қошақбаев. Қошақбаев, тыңдай кел. Апай, не болды? Жерде ықпық деп отпа. Ертең мен саған бір сұрақ қоям. Соған жауап бересің. Енді саған оңай ғой, сен ударниксің ғой. Апай. Сосын екінші сұрақ Алагеновна. Саған мындай келді, Фатима. Апай. Сен бізде отличниксің ғой, үздіксің, Саған бір қиын сұрақ берем. Барлықтардың ответтерін айтайыншы. 1-де А. Жазып алыңдар. Бар, отыр. Бар, отырсашы, не істеп тұрсың? Жазып алыңдар. 1-де А, 2-де С, 3-де Д. Жаттап алыңдар, жазып алмаңдар. Осын ертең шпор, анау шығып жүрмесін. Шпоргалка, шпоргалка ма? Нет. Түсініңдер ма? Апай. Қазір татырыңдар, екеулеріне жазып алайын. Фатима, Жансерік, алыңдар тез. Алсашы. Апай, не? Мынау сенікі, ал. Фатима, кел. Фати. Ал, апай. Ал. Осым жаттап ал, мәнерлі бе, апай, мәнерлі жаттап алам ғой. Осым ана жерде сөйлеп отпаңдар, Қошақбаев, не ырқыл-жылқыр? Қошақбаев. Бала. Ертеңде ашық сабақты өстіп отырасыңдар ма? Тыныш отырыңдар. Жаттап алынан ықпық демейін. Сендер уже 6-шы классыңдар. Түсіндіңдер ма? Апай. Агенов жаттадың ба? Апай, жаттадым. Әкел қалғанымды көрейін. Фантастик деген сөзіміз грек сөзінен алынған. Жақсы, осылай жаттап ал, Қошақбаев, түсіндің ба? Апай. Түсіндіңдер ғой, Қыздар, шаштарыңды екі жаққа түйіп қақш етіп келіңдер. Бантиктерің әбәдем болып тұрсын. Түсіндіңдер ма? Ана жерде менің позорым шашылмай атсын. Түсіндіңдер ма деймін? Сендерге айтып өтем деп сабақта бүтіп қалыпты ғой. Бәрін жиналыңдар енді.